Баршаға сәлем достар. Сіздерменен өткенде CapCut бағдарламасында звук және субтитр бөлімімен танысқан болатынбыз. Ал бүгін сіздерменен видео монтажды тезірек істеу үшін лайфхак сабақтарын ұсынатын боламын. Сабақты соңына дейін көріңіздер және достарыңызбен бөліп таратыңыздар. Ал біз бұса видеомызды бастаймыз. Ал біз енді сабаққа кірісетін боламыз. Яғни біз бірінші сабағымызды горячий клавиш бөлімінен бастайтын боламыз. Яғни бұл жер горячий клавиш деп нені айтамыз? Мысалы, мен мына видеоны бір жерін кесіп алатын болсам, ол үшін мен мына жерден инструменттер бөлімінен разделениені таңдап, сосын кесіп, осылайша кейін осы кадрды алып тастау үшін мен қайтадан мына инструмент бөлімінен выбрать деп басып, сосын мына жақта удалить кнопкасымен осылай удалить етсем болады. Бірақ бұл видео монтаж істегенде сіздің уақытыңызды өте көп алып қою мүмкін. Сол үшін сізге ең қолайлы, удобный вариант үшін сіздерге горячий клавиш бөлімін үйрететін боламын. Мұқият сабақты көріп тамашалаңыздар. Мына жерде осындай инструмент бар. Бұл міне горячий клавиш деген, осыны басамыз. Дәл осы жерде сіз пайдаланып жатқан инструментті өзіңіздің ноутбугыңыздың немесе компьютеріңіздің клавиатурасына орналастырып алсаңыз болады. Яғни осы жерде егер орысшаны түсінсеңіздер, осы фишкалармен сіздермен бөлісетін боламын. Бұл фишкалар өте пайдалы. Мысалы, разделение деп қойыпты. Бұл яғни мына жақтағы кнопкалар, яғни Ctrl-V, Ctrl-Shift-V. Дәл осы инструменттерді біз пайдаланатын боламыз. Бірақ бұл жерде біз көбінесе пайдаланатын екі инструмент, яғни мына выбрать, разделение. Сіздерде дәл осы клавиштерде бұл функция болуы мүмкін емес. Неге десеңіздер, мен бұны өзгерткенмін, яғни выбрать деген функция көбінесе ол V әрпінде келеді, ал разделение S әрпінде келеді, яғни cut дейді. Cut деген ағылшыншада кесу деген. Дәл сол сияқты разделение V емес, сіздерде S болып келеді. Мен оны өзімнің пайдаланып жатқан клавиатурама қолайлы болу үшін солай орналастырып алғанмын. Ал енді мына жерде горячий клавиш бөліміне кіреміз. Яғни режим разделение, яғни кесу. Бұл жерде сіздер өздеріңіз қалаған кнопканы қойып алсаңыздар болады. Яғни мынау выберите режим деген, яғни таңдау режимі осы тінтуір, яғни осындай таңдап видеоны ары-бері жылжытып қою үшін арналған. Ал мына жерде разделение бөлу. Яғни мен осы ең көп пайдаланатын екі функция. Бұл функцияны мен клавиатураның ең төменгі сандарына өзім орналастырып шықтым. Яғни бұны өзгерту үшін X-ті басасыздар, сосын қалаған бір әріпті жазып қойсаңыздар болады. Сол кезде бұл функция осылай жұмыс істейтін болады. Мен бұны негізінде өзіме қолайлы қылып N кнопкасына қойып қойғанмын. Дәл осылай жұмыс істейтін болады. Яғни бұл жерде бұл жерде тағы осындай 5 инструмент бар, ең көп пайдаланатын. Мысалы, смена оси дейді, бұл S дейді, бұны онша көп пайдаланбаймын. Мына жерде мына приблизить, отдалить дейді. Бұл жақындату, алыстату. Яғни сіз видеоны осы төмендегі клавиштердің қатарына осылай қойып алғанмын. Қазір сіздерге көрсететін боламын бұның бәрін. Сол кезде жақсы түсініп алатын боласыздар. Сосын бұл жерде верх-низ деген бар. Бұл яғни мына жердегі таймлайндағы дорожканы жоғары немесе төмен түсіріп көру. Право-лево дейді. Бұл оң жаққа және сол жаққа жылжытып көру деген. Мен дәл осы нәрселерді прокрутка, яғни мышканың ортасындағы клавишке қойып алғанмын. Бұл өте қолайлы болады пайдалану үшін. Сосын мына жерде мен көбінесе пайдаланатын ең горячий 3 клавиш бар. Соның біреуі таңдау, бөлу және жою, удалить ету, яғни удалить ету. Мен бұл жерде удалить етуді M кнопкасына қойып алғанмын. Яғни қазір сіздерге көрсетемін. Мына жерде удалить кнопкасы, яғни плеер бөлімінде на пауза және жүргізу, воспроизведение және пауза. Осыны мен ең үлкен клавишқа қойып алғанмын. Бұл өте қолайлы болады. Сіздерде дәл осылай автоматты түрде қойылып тұрады. Сіздер бұны өздеріңіз қалауларыңызша дәл осылай X-ті басып өзгертсеңіздер болады. Яғни X-ті басасыздар, кез келген клавишті басып қойсаңыздар, солай өзгереді. Сосын сохранитті басасыздар. Бірақ мен бұған space кнопкасын басып қойғанмын. Мына жерде Ctrl-S, яғни бұл копия. Біздің
видеомыздың копиясын шығару. Ctrl-V копиясын қою. Қазір сіздерге біртіндеп түсіндіріп өтетін боламын. Яғни міне үшінші ең горячий клавиш бұл M. Яғни сіздерде бұл delete кнопкасында тұруы мүмкін. Мінекей, дәл осындай del деп тұруы мүмкін. Мен бұны M-ға қойып алғанмын. Яғни оңай болу үшін осылайша мен M кнопкасын басамын. Сол кезде горячий клавиш арқылы монтажды тез жасайтын боламын. Яғни сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Жалпы қазір мен сіздерге видеода көрсетіп өтетін боламын. Яғни сіздер өздеріңіз қалауларыңызша осы группалар арқылы мына жерде горячий клавиштерді орнатып алсаңыздар болады. Ал кеттік, жұмысқа кірісеміз. Мен қазір мына жерде V кнопкасын басамын. V яғни жақындату. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай мына жерде кадр өте жақындап жатыр. Сосын прокрутка, яғни мен осыны мына жақтағы видеоға алып баруым үшін осылай істесем де болады. Немесе мишканың ортасындағы кнопка арқылы осылайша жылжытып отырсам болады. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Майда кадрларды дәл осылай тауып алсаңыздар болады жақындату арқылы. Яғни бір сахна, ал мынаусы жеке тағы бір сахна. Осы екі сахнаны бөлу үшін біз максимально осылай жақындатып алып, сосын V кнопкасын басамын, яғни алмас разделение бөлінді, сосын N кнопкасын басамын. Мінекей қайттан таңдау функциясына өтті, яғни таңдау. Ұстап осылай жоғары қарай видеоны осылайша жоғары немесе жанына осылай қойсаңыздар болады. Сосын мен осы видеоны алыстату үшін мына жерде осы клавиш арқылы пайдалансам болады. Яғни мінекей видеоны алыстан көру, мына осы жақыннан көру. Яғни видеоны жақындату алыстату емес, видеоның кадрын алыстап немесе жақындап көру. Мына жерде общий қаралым, яғни шрифт пен Z кнопкасы, немесе осы кнопканың өзін бассаңыздар да болады. Сол кезде сіздердің видеоларыңыздың мына жердегі таймлайндағы общий видеодорожка осылайша көрінеді. Мінекей, мен жақындату үшін V кнопкасын бастым, яғни кадр жақындады. Кадрды барынша осылай 38 футпен көріп жатырмын. Ал алыстату үшін S кнопкасын басамын. Жалпы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Ал енді осы жерде мен осы ортадағы кадр кесіп тастау үшін ол кадрды таңдап, сосын мына жерден делетті басып удалить ету мүмкін. Оны орнына қайтару үшін өздеріңіз білетіндей Ctrl-Z басып орнына қайтарамыз. Ал енді бұны дәл осыны мен сіздерге тез удалить етіп көрсететін боламын. Разделение, мінекей, сосын таңдау, видеоның ортасын бастым және M кнопкасын бастым, тез өшіп кетті. Көріп тұрған шығасыздар қандай нәтиже болып жатқанын. Мінекей, қазір сіздерге көрсетемін. Яғни V, N, V, N, V, N. Мінекей, мына жерде инструменттер ауысып жатыр өзі автоматты түрде. Мен бұны мишкамен осылайша таңдамай-ақ компьютерный клавиш арқылы істеп жатырмын. Жалпы сіздерге сабақ түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Ал мына видеоның ортасын удалить ету үшін M кнопкасын басамын. Сол кезде мынау удалить кнопкасы тез жұмыс істейтін болады. Оны орнына келтіру үшін Ctrl-Z немесе мына жерде дәл осы батырманы басу арқылы мен видеоны қайттан восстановление, қалпына келтіру, осындай нәрсені істей алатын боламын. Жалпы сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Ал келесіде біз осындай тағы бір лайфхак көрсетемін қазір сіздерге. Дәл осы жерде мен видеоны кесіп аламын. Сосын дәл осыны мен көшіріп алуым үшін мишканың оң жағын басып, мына жерде мінекей Ctrl-S кнопкасы бар екен, копия істеу. Яғни көшірмесін істеп аламын. Кейін мен оны кез келген жерге қою үшін мынау линейканың тұсында Ctrl-V-ны басатын болсам, дәл осы линейканың тұсына түсетін болады. Яғни Ctrl-V, мінекей видео түсті, яғни үстіне түсті. Мына видео астындағы ең негізгі видеодорожка болып есептеледі. Ал мына үстіндегі оның маскасы, яғни мінекей нәтижені көріп тұрсыздар. Үстіндегі маска көрсетіліп кетті, астындағы видео жабылып қалды. Яғни бұл үстінде маска болып есептелінеді. Бұл яғни слой деп аталады. Дәл осы слойлар менде мысалға көбейіп кетуі мүмкін. Дәл осылай слойлар көбейіп кетеді.
сондай жағдайда мен осы слойды видеоның негізгі бөлімін осылайша мен таба алмай қалуым мүмкін. Мінекей, слойлар менде өте көбейіп кетті. Жоғарыға қалай шығу керек болатын болса, мына жерде кнопка бар екен. Осы кнопканы осылай басып шығарсам да болады. Және тағы бір лайфхакты айтып кетейін. Мына жерде видеоны алыстату, жақындату үшін, егер сіз клавиатураларды басудан адасып кетіп жатқан болсаңыз, Ctrl кнопкасын басасыз. Осы жерде дәл осылай жақындату немесе алыстату осындай функциясын тез жылдам пайдалана аласыз. Ал мына жерде видеоларды удалить ету үшін біртіндеп удалить етсе де болады, немесе өзіңіз білетіндей выделенияны басып таңдап удалить етсеңіздер де болады. Енді осы жерде сіздерге тағы бір лайфхакпен танысып өтейін. Мына жерде мына функция бар екен, яғни включить ось предпросмотр дейді. Яғни мен осыны қоспадым. Көріп тұрғандарыңыздай, мына тінтуірді жылжытып жатырмын, бірақ видеода ешқандай өзгеріс байқалып жатқан жоқ. Яғни мен видеоны көре алмаймын, яғни осы бір точканы осылай жылжытып, ұстап алып, осылай жылжытып көруіме болады, немесе жаңағы үлкен клавиатура Space клавиатурасы арқылы осылайша пауза, стоп арқылы осылайша видеоны көрсем болады. Ал егер мына функцияны қосып алатын болсам, яғни S кнопкасын бассам, дәл осылай пауза, стопты баспастан ақ, мінекей көріп тұрғандарыңыздай мына ешқандай реакция беріп жатқан жоқ. Мына пауза, стоп, пауза, стоп. Бұл мен басқаннан кейін істеп жатыр. Ал дәл осы функцияны сіз қосып алатын болсаңыз, видеоны пауза, стопты баспай ақ, дәл осылайша кадрдың үстінен мишканы осылай жылжыту арқылы кадрды көріп тексеріп алуыңызға болады. Кейінгісі, мен мысалы осы жерде жаңадан бір осы видеоның жанына видео қосатын болсам, көріп тұрғандарыңыздай бұл автоматически өзі жабысып қалады жанына. Яғни мына кадрдың жанына осы жабысып қалады. Бұл енді жабыспау үшін мына осы функцияны басамын, яғни P деген кнопка бар екен. Яғни осы P деген кнопканы мен өшіріп қойдым. Өшіргеннен кейінгі нәтижені көріңіздер. Мінекей, видео қараңғы болып қалды, и сосын кейінгі кадр басталды. Енді сіз видеоңыздың жанына тағы бір видеоны осылай қосатын болсаңыз, осы функцияны қосып қойғаныңыз жөн. Мінекей, автоматически магнит деді, яғни осылайша видео бір-біріне жабысып қалады. Кейінгі функция автоматически склеивание дейді. Яғни бұл функция көбінесе текст бөлімінде пайдалануға болады. Жалпы сіздерге түсінікті болып жатыр деп ойлаймын сабақтар. Қазір мен мына жерде бір видеоны басамын, Ctrl+S-ті бастым. Бұл видео көшіріп алынды. Кейін мына жерде Ctrl+V-ні бастым. Бұл жерде видео қойылды. Дәл осылай үстінен слой түсті. Ctrl+S және Ctrl+V. Дәл сол сияқты мына жерде оператив клавиш бөліміне кіріп, орысша тілді түсінсеңіздер, дәл осы жерде бүткіл функциялармен осылайша оқып, және осы инструменттерді, яғни осы клавиштерді пайдаланып, біртіндеп барлығын басып, осылайша оңай түсініп алуларыңызға да болады. Және осы жерде мен сіздерге мінекей, мен жанына қазір тағы видеоны қоямын. Енді осы жерде мен видеоны кадрды жақындатып аламын. Мына екі кадр бір-біріне бірігу үшін мен осылайша мишкамен ұстап алып, осылай әкеп қоямын. Осы жерде привязка пайда болды. Привязка, яғни енді мен осыны өшіретін болсам, мен бұны ручной істеймін. Яғни мінекей жақындатып келдім. Көрдіңіздер ма? Дәл осы привязканы өшіргеннен кейін мен осы кадрда осылайша жай жақындатуым керек, бірақ бұл жерде арасы ашық қалып кетуі мүмкін. Мінекей дәл осылай. Енді төбедегі слойды бір-біріне оңай осылайша жақындату үшін менде осындай ошибка болады. Яғни мен тура осы кадрдың тұсына қоюым үшін осы видеоны осылайша жай алып келіп осылай қоямын, бірақ бұған өте көп уақыт кетеді. Сол үшін мен мына жерде екі функцияны қосып қоямын. Сол кезде бұл магнит сияқты екі слойды бір-біріне тез осылайша біріктіріп алады. Яғни мен мишкамен мына видеоны алып келемін, жанына қосқан кезде ол автоматты түрде көк сызық пайда болды, көрдіңіздер ма? Дәл осылайша ол кадр бір-біріне жақындатып алады. Яғни екі кадрды бір-біріне өте тез әрі оңай қосады. Енді мен осы видеоны монтаждап жатырмын. Бұл кадрды
алыстан көретін болсам, жалпы көрінісін алыстан көретін болсам, С кнопкасын басып, осылайша көріп алсам болады. Немесе мына жерде осы инструмент арқылы тентурмен басып, осылайша көріп алсам да болады. Немесе мына жерде бір кнопканы басу арқылы, шрифт және Z кнопкасын басу арқылы осылайша көріп алсам болады. Немесе горячий клавиш шрифт Z-ті бастым, осылайша 1 секундтың ішінде кадрды жалпы көріп алсам болады. Яғни бұл видеоның бастан аяқ көрінісі, яғни мына жерде таймлайн бөлімінде жатқан кадрды бастан аяқ осылайша көріп алу. Мінекей дәл осы жерде сіздерге кішігірім лайфхак сабағын түсіндіріп өтейін. Мына жерде осындай инструмент бар екен, яғни отразить дейді. Бұл яғни видеоны оңға немесе солға бөліп көрсету деген сөз. Жалпы сіздерге қазір түсінікті болу үшін мына бір қарапайым лого арқылы көрсететін боламын. Яғни мінекей мен басамын. Дәл осы инструментті пайдаланып өзіңіздің видеоңызға қойсаңыздар болады. Енді дәл осы жерде мен сіздерге бір кішігірім лайфхак сабағын түсіндіріп өтейін. Яғни мен мына кадрды сол жақтан басталып оңға қарай жылжып жатыр. Енді мен осы кадрды оңнан солға жылжуын қалайтын болсам, видеоны осылайша екі жақтан кесілген видеоны үстінен басамын және мінекей переворот дейді, мен оны басамын. Бұл клипті автоматты түрде оңнан солға немесе соңнан оңға өзі істеп беретін болады. Яғни сіздің видеоңыз оң жақтан солға қарап түсірілген кадр болса, соны керісінше істеп береді. Ол үшін сізде интернет қосылу болу керек. Яғни мінекей видео дайын болды. Менде перемотка жұмыс істеді. Яғни мен қазір бұл видеоны көшіріп аламын. Ctrl+S және де Ctrl+V. Мінекей кішігірім лайфхак шықты сіздерге. Мен қазір екі видеоны қойдым және дәл осы жерде мінекей кадр артына барады және обратно өзінің орнына қайтады. Енді дәл осы жерде спидрампты пайдалансақ, зор бір кадр шығуы мүмкін. Яғни мен мысалы простойды аламын, керек еместерін удалить етіп тастаймын. Мына жерде осыған қарама қарсы скорость қоямыз. Яғни мен видеоны жоғалтып алдым. Оны қайтару үшін шрифт Z-ті басамыз, сосын біз істеп жатқан кадрдың үстінен басып, осылайша кадрды жақындатып аламыз және Space кнопкасын басып, осылайша видеоны көруімізге болады. Жалпы сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Келесіде мен сіздерменен анимация жасау туралы сабақ өтетін боламын. Яғни кішігірім лайфхак көрсетіп кетейін. Кейінгі сабақтарда жалғастыратын боламыз. Мына логотипті төменнен жоғарыға осылай шығару үшін мына жерде анимация бөлімін пайдалансам болады. Бірақ бұл жерде дәл осылай мен өзім қалағанша өзімнің қалауымдағы анимацияны істеуім үшін бұл жерде мен бұл анимация керек емес болса, мен нет кнопкасын басамын. Яғни дәл осы анимация мына бұрыштан осылай мына бұрышқа өтуін қалайтын болсам, кішігірім лайфхак түсіндіріп кетейін. Видеоны осылайша кадрдың осындай басына басамыз, видеоны таңдаймыз және мына өзіміздің логотипті жоғарыға осылайша қойып аламыз. Яғни бұл расположение бөліміне кіреді. Яғни мен логотипті жылжытқан сайын расположение, яғни мекен жайының координаттары өзгеріп жатыр. Мен осы логотипті аламын, жоғарыға қоямын және дәл осы жерде keyframe, яғни ключевой кадр осылайша басамын және видео кадрдың соңына алып барамын және осы логотипті алып дәл осы жерге жайғастырып қойдым. Яғни бұл жерде мен өзім анимация жасадым. Мінекей дәл осылай сіздерде анимация жасауларыңызға болады. Дәл осы видеоны достарыңызбен таратыңыздар, бөлісіңіздер, үйреніңіздер. Біз келесіде осы keyframe бөліміне кірісетін боламыз. Бұл өте үлкен тақырып. Бұл жерде keyframe'ді тек қана жалғыз осындай логотип арқылы емес, яғни видеолар, текст, осындай обложка, слой, дәл осы нәрселермен де пайдалансақ болады. Сау саламат аман болыңыздар. Келесіде көріскенше.